Армысыздар, Әулие-Ата жұртшылығы. Эфирде Ұшпылақтағы серуен хабары және оның жүргізушісі мен Аружан Мақсатқызы. Бүгін Ұшпылақ хабарында Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, әнші, сазгер Үміт қызы Бетенмамен сұхбаттасатын боламыз. Ендеше кеттік. Үміт әпке, қош келдіңіз. Жалпы бүгінгі көңіл-күйіңіз қалай? Шүкір, жаман емес. Енді алғашқы сұхбатымды бірден сұрағым келіп отыр. Сұрағым, ең алғаш жазған әніңіз есіңізде ме? Қай жылы жарық көрді? Ең алғаш жазған әнім дейсің бе? Ең алғаш әндерімді студент кезінде шығардым. Жарыққа шығарған әндерімнің ішінде хитке айналғандары бар, сосын баға ашылмай қалғанда бірталай әндерім бар. Ол студент кездегі, бірақ алғашқы әндерімнің біреуі және хитке айналған ән десем болатын шығар. Аманғалидың репертуарындағы ән «Мені ойлап қам жемеші, ана» деп аталатын мама әнім. Әрине, керемет. Енді сұрағым келіп отырғаны, ақындық өнерге қалай келдіңіз? Жалпы ақын болам деп адам ойлай мекен, армандай мекен, армандамай мекен, білмеймін. Менің ойымда да ол арман болған жоқ. Бірақ кішкентай титтей кезімнен өлең құмар болдым, ақындардың өлеңдерін жаттап өстім. Бала кезімде, тіпті балабақшада кезімде, одан кейін алғашқы бастауыш сыныптарда, бірінші сыныптарға барған кездерде әкеме, шешеме арнап, отаныңа арнап, еліме, жұртыма, ауылыма арнап, бір-бір шумақтардан өлең шығаратынмын. Сондай талаптар болды, бірақ менің шын мәнінде егер ақындық қырымды ашты деп есептейтін болсам, бұл да тағы да менің студенттік кезеңім. Өйткені мені Құдай айдап, Алланың қалауымен Шымкент педагогикалық институтына, филология факультетіне оқуға түстім. Және сол жерде мені Әмзе ағам, Әмзе Қалмырзаев деген ағам бізден бір-екі курста оқыды. Сол кісі баулыды. Өйткені бізде сол факультетімізде, жалпы институтымызда, Шымкенттегі педагогикалық институтымызда Саттар Ерубаев атындағы әдеби бірлестік болатын. Сол мен бірінші курсқа барған алғашқы аудиторияның табалдырығын аттап басып отырған күндері сол Әмзе ағамыз іздеп келіп, өлең шығаратын талапкер ақындар бар ма деп, қалам ұстаймын деген талапкер жастар бар ма деп бірінші сыныптық курстықтарға келген бізге. Сосын мен имене кішкене талабым бар дегенмін. Содан бастап ол кісі мені баулай бастады. Менің қаншалықты дұрыс шәкірт болмағанымды айтам, бірақ ол кісі маған ақындық қырымның дамуына зор үлес қосты. Ұлы ұстазым десем болады сол кісіні. Керемет. Енді армансыз адам қанатсыз құспен тең деп айтып жатамыз. Жалпы арман мақсаттың орындалу үшін қандай әрекеттер жасау керек деп білесіз? Жалпы әсіресе кішкентай уақытта, жас кезде адам арманшыл болады. Менің қазіргі жасыма қарағанда, сіздердің жастарыңызда адамның қиял қанаты аспанда саңғап жүреді, иә? Осы тұрғыдан жалпы алдыңа қойған мақсатыңды, мұратыңды егер орындалсын деп тілейтін болсаң, онда сенде табандылық болу керек. Табандылық болса, ерте ме, кеш пе сол бойыңдағы сеніммен, үмітпен тілеген арманыңа, мақсатыңа, мұратыңа жетесің. Үміт әпке, сіздің ойыңызша ең мықты деген ақынның өлеңдерінің барлығы сәтті шыға бере ме? Ал сіздің шығармашылығыңызда бұл қалай? Ең мықты деген ақындардың да шығармаларында сәтсіз шумақтар кездеседі деп айтады. Сыншылардың ойы, сыншылардың пікірі. Менің өз тәжірибемде өзімнің шығармаларым тұрғысынан айтатын болсам, менде сәтсіз шығармалардан гөрі сәтті шығармаларым бар ма? Бар болса қанша екен деген сауалды көбірек қоямын. Енді Абай шығармаларында толық адам деген түсінік бар ғой. Толық адам болу үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Толық адам болу үшін Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романындағы, роман эпопеясындағы ең бір керемет кейіпкер ол Әбіш, Абай атамыздың баласы. Нағыз толық адамның кейпін сол
әбіштен табуға болады деген де қазір бағалаулар бар. Ал екі ауыз сөзбен айтатын болсақ, толық адам деген кім? Ол сол біздің ұлы абайымыз айтқандай, 5 асыл істі меңгерген және 5 жасық жаман істен қашық болған адам толық адам іліміне, деңгейіне жетер еді деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз. Сіз ақынсыз әрі сазгерсіз. Қай бағытты басымырақ бағалайсыз? Мүмкіндігінше, жаңа айттым ғой, өзімнің ізденісімді көбінесе қаламға, жазушылыққа, қалам тербеуге арнаймын, жазушылыққа арнаймын, өлең жазуға көбірек, өлең жазудан дамуға арнаймын. Ал сазгер ретінде мен жалпы сазгерлік жолды қуып жүрген жоқпын. Алла тағаланың қалауымен сол жаңағы танымал әндердің авторы ретінде композитор етіп болып саналып жүрмін. Авторлар қоғамының мүшесімін. Бірақ шын мәнінде мүмкіндігім келсе, алдымен қаламымды қару етер едім, және сол қаламға, жазбашылыққа, жазба шығармаға, жазба әдебиетіне мүмкіндігінше адал болуға тырысар едім. Иә, ақынның шабыты ешқашан таусылмау керек дейді. Сіздің шығармашылыққа деген шабытыңыз қалай? Шабыт болмайтын сәттер бола ма? Болмайтын сәттер көп болады. Өйткені жалпы осы Қадыр Мырза әлі ағамыз болу керек. Жер шарында қай жерде сызып өткен сызық болатын болса, сол ақынның жүрегін сызып өтеді деген мағынада айтылады ғой. Сол айтпақшы, ақын жан жағындағы қоршаған ортасынан, елінен, жұртынан, үйінен, шаңырағынан, дос жаранынан, өрен жаранынан қуат алады. Егер олар қуатты энергия бере алатындай болса, немесе олар күйіп жатса, пісіп жатса, ақынның жүрегі солармен бірге ауырады. Сондықтан көбінесе мен қазір қоғамда жүргеннен кейін өзімнің қоршаған ортамдағы үлкен кіші әлеуетке, ел жұртыма, ағайынға, солардың болашағына алаңдайтындықтан, бірақ ауыз сөзбен айтсам, күйбең тірлікте көбірек жүрем. Ал күйбең тірліктен кірлеп кеткен жүрегімде шабыт бола беру не ғайбыл, екі талай. Әрине, болашақтан үміт күтем деп айтып жатырсыз. Жалпы жастардың бүгініне қарап, ертеңнен не күтесіз? Жастар бізде француздың классик жазушысы айтады, Франсуа Рене де Шатабриан деген керемет адам, жастық шақ өтпелі дейді. Өтпелі ауру дейді. Жастық шақ өтеді деп кетеді. Бірақ біздің көзқарасымен бізден кейінгі жас ұрпақтың сол жастық шақ кезеңі ұзақ тұратын сияқты көрінеді, және бүгіні мен ертеңін, одан кейінгі келешегін солар мәнді мағыналы өткізе алса, артына қарағанда ертең жүріп өткен жолын қарағанда өзінің өкінбейтіндей өмір сүргеніне жауап бере алатын болса, есеп бере алатын болса деп армандаймын. Сондықтан жастардың қолында көп нәрсе тұр дәл қазір. Мүмкіндігінше Абай атамыз айтады ғой, ақырын жүріп анық бас дейді. Ақырын жүрсе және анық басса. Енді барлық қазіргі жастарға көп мүмкіндік беріліп жатыр, соның барлығын дұрыс пайдалана білу керек дейсіз ғой. Иә. Үміт әпке, өткір сұрақтар айдарына кезек берейік. Алғашқы сұрағым, көбіне жас ақындар өлім туралы көп айтады деп айтып жатады. Жалпы қалай ойлайсыз, осылай көрене бергеніңіз дұрыс па? Бұған келіспеймін. Болды, осыдан бір 10, тіпті 20 жыл бұрынғы ақындар, олардың өзі қазір енді орта жасқа кеп қалды ғой. Сол бір дауылпаз, керемет жас ақындар сол жылдарда көбінесе пессимистік көзқараста өлеңдер шығарды. Шынымен де өлем, тірілем деген мағынада. Оны оқыған адам да тіпті өзіне өзі қол жұмсауға баратындай шығармалар туды. Өлең керемет, бірақ ол өлең жан жағындағы оқырманды дұрыс бағытқа тәрбиелейтін шығарма болу керек. Сондықтан ал жалпы жас ақындардың лирикалары дейміз, лирикаға бейім болады өздері. Бірақ солар сол лириканы көбінесе сол пессимистік көзқарасты жазатын болса, олар да әбден қателеседі. Сондықтан мүмкіндігінше, әрине, көңіл күйің түскен уақытта, шынымен де жаның күңіреніп кеткен уақытта шығады шабытты өлеңдер.
содан кейін шығар жастардың шығармаларында жаңағыдай көзқарастар, жаңағыдай өлеңдер бар дейтін көзқарастың көбірек болатыны. Бірақ есіңде болсын, қатты қуанған кезде керемет шығармалар туа бермейді. Көрдіңіз бе? Осы жағынан біз енді жастарды кінәлай алмаймыз. Бірақ әрине мүмкіндігінше заманымыз бейбіт, боз торғай ұялаған уақыт, заман, мынау мүмкіндігіміз мол, әсіресе жастардың мүмкіндігі мол. Мінекей егемен елдің ұрпағымыз, ендеше жырлайтын тақырып жетеді ғой. Сондықтан ол ақын тек қана өзін ғана ойламаса, ол қоғамды да ойласа, сосын қоғам мүшелеріне жақсы ықпал етем десе, жақсы көзқарастағы туындыларды дүниеге әкелсе құба-құп. Дәл осылай көңілене берудің қажеті жоқ дейсіз ғой? Жоқ. Енді дауысы кең, диапазонды әншілердің көпшілігі ән таппай қиналады. Бұл қазақ эстрадасындағы композиторлердің барлығы жеңіл ән жазуға әуестеніп кеткенін білдіре ме? Қалай ойлайсыз? Мен олай деп ойламаймын. Жеңіл ән жазуға әуестеніп кетушілік бар. Өйткені бір кездерде той әндері көбейді ғой. Жалпы әншілерді концерттік бағдарламалардан гөрі той асырады. Өйткені халық күнде концерт ұйымдастырып әншілерді шақыра бермесе, сосын оның орнына той-томалақтар жиі аптасына 6 күн болса, 7 реттен той болып жатты, әншілер сондайға барып күн көріс қамы үшін. Сосын олар әрине сол тойда отырғаннан кейін елдің босаңсып отырған, ішіп жеп отырған, тамақтанып отырған, жұмыстан кейінгі уақытта арқа-бастар кеңіп отырған көрермендердің көңілін аулау үшін жеңіл әндер, жеңіл ырғақты әндерді, билейтін әндерді көбірек пайдаланды, қолданды. Осы жағынан, ал шын мәнінде нағыз әншінің кең диапазонын, мүмкіндігін көрсететін, дауысын көрсететін керемет әндер жазылып жатыр. Жоқ емес дейсіз? Жоқ емес. Ондай эстрадада сондай музыканттар баршылық жетеді. Енді қазақ эстрадасындағы проблемалар сіздің көзқарасыңызбен? Қазақ эстрадасындағы проблемалар анау айтқандай көзге ұратындай өрескел емес. Бірақ мәселені айтар едім, бұл енді көпшіліктің де айтып жүрген мәселесі, бұл фонограммамен өлең айту, ән айту. Бірақ бұған әншілерді кінәлауға болмайды. Өйткені бізде әлі кезге дейін музыкалық құрылымдар, құрылғылар, аппараттар, тіпті микрофондар қажетті сапалы тұрғыда жоқ сахнада. Үлкен қорапты дыбыс күшейткіштердің осалдығынан мәжбүр болатын әншілердің бір қиындығы, олар плюспен ән айтып жүр. Аузы жыбырлап, микрофонды алып тастасаң, аузы жыбырлап қалатын дыбыстар. Бұл енді нағыз музыкаға да, жалпы тыңдарманға да шалағай қарау деген сөз, сыйламау деген сөз. Бірақ соның фонограмманың минусымен орындаса, оны фонограмма деп есептеуге болмайды, әншіге өкпелеуге болмайды. Ол бәрібір жанды дауыста орындайды. Сүйемел ғана жазылады, дайын күйінше флешкаларында. Ал енді плюспен айтылса, яғни оның әншінің өзі ауыз жыбырлап тұратын даусының бәрі анаған жазылып қойылған болса, міне мынау нағыз сорақылық. Кітап оқу қиын заманда, кітап жазу неге оңай болып кетті? Қалай ойлайсыз? Әдем айттың. Кітап оқу қиын заманда, кітап жазу оңай болып кетті. Өйткені біз мынау жазушылар дейікші, қаламгерлер өз оқырмандарын таба алмай жатқанда, кітап жазу оңайға түсіп кеткені, еріккеннің ермегіне айналып кеткені, бұл да үлкен қайғы. Бірақ мен мұны да өтпелі осы заманауилық, мынау технологияның дамыған заманында балалардың, жалпы оқырмандардың, үлкеннің, кішінің, кітап сүйер оқырмандардың барлығы ең оңай жолмен интернеттен, ғаламтордан өзінің қажетін кітаптарды болсын, жазушылардың шығармалары болсын, мейлі рефераттық, баяндамалық шығармаларды болсын, ғаламтордан, интернеттен тауып алатын болғандықтан, бұл енді бізді, қаламгерлерді, жазушыларды қажытып жүргені рас. Уақытша шығар деп ойлаймын. Өйткені түбінде өзіңнің де ойында шығар. Елбасымыз айтқан бір керемет сөз бар. Түбінде
интернетте меңгергендер кітап оқығандарға қызмет ететін болады дейді. Мен соған сенемін. Ал мынау қазір уақытша қиындық. Барлығымызға барлық жағынан келіп тұрған нарықтық экономика уақытындағы уақытша қиындық. Қысқа қайырғанды айдарына кезек бермес бұрын, әрине өзіңіздің қаламыңыздан туған өлеңді бір оқып берсеңіз. Маған ғана күлімдеді мына күн, маған ғана білінбеді суығы. Саған ғана жан тәніммен ұнадым, саған ғана жан жүрегім жібіді. Маған ғана арналғандай ән біткен, маған ғана құстар құшақ жайғандай. Саған ғана қол қусырып көндіккем, саған ғана көне салдым ойланбай. Маған ғана сыйлап өмір жұмбағын, маған ғана ашқан бақыт есігін. Саған ғана бақай есеп құрмадым, саған ғана жасай алдым кешірім. Мен үшін сен әпересің айдыда, мен де алға ұмтыламын сен үшін. Берілмейік уайым менен қайғыға, мықты болайық ол үшін. Керемет. Өте әсерлі өлең жолдары екен. Енді бұл өлең жолдарын кімге арнадыңыз? Осы өлеңді оқыған сайын өз ортам деп айтайыншы, оқырмандардан гөрі өз ортам ойлайды, күйеуіне арналған екен деп ойлайды. Ал шын мәнінде бұл ақынның музасына арнағаны. Өйткені муза деген адамның, ақын адамның, шығармашылық адамының кейде еліктіретін, кейде желіктіретін, кейде тастап та, жалғыз тастап та кететін үлкен проблемасы. Муза барда шабыт бар. Сондықтан мұны енді кім қалай түсінеді, солай түсінсін. Күйеуіме арналған десе, онда менің музам күйеуім болғаны. Әрине. Қысқа қайырғанды айдарының алғашқы сұрағы, өмірлік ұстанымыңыз қандай? Менің өмірлік ұстанымым айтпау, айтсам айтқанымнан қайтпау. Өйткені жалпы, мысалы, уәде бермеймін, ал уәде беріп мойныма алдым ба, оны өлсем де тірілсем де орындаймын. Принципшілдік қой. Дұрыс айтасыз. Арманыңызға жеттіңіз бе? Адамның өлгенше, ғұмыр таусылғанша, жейтін талқаны таусылғанша арманы көсілмейді деп ойлаймын. Бірақ Алланың құдіреті қалаған, іштей қалаған нәрселерім қатты армандаған жоқпын. Қалаған нәрселерімді Алла тағала орындап беріп жатыр. Жайлап, биікке шықсам, биікке шығарып жатыр, биікке шығайын десем, абырой сұрасам, абырой беріп жатыр. Балашаға бау шарбағымды аман есен қыл деп Алладан сұрасам, Алла тағалам оны да қабыл етіп жатыр, шүкір. Туған жерге жиі барып тұрасыз ба? Менің туған жерім Үшарал деп аталатын Алақандай ауыл, Талас ауданында. Өзім Қаратау қаласында тұрамын. Сондықтан сол бір ауданда болғаннан кейін өз туған жеріме ғана емес, барлық ауылдарға жиі аралап барып келіп тұруға, іс-сапарға шығуға тура келеді. Бірақ сол өзімнің Үшаралыма қанша рет барсам да, енді туып өскен жерің болғаннан кейін, балалық балдәуренің көбелек қуған жерің болғандықтан, ол кез бөлек болу керек. Сол ауылға, Үшаралға барған сайын аңсарым ауатта тұрады, және бармаған сайын сол ауылыма жете алмай, соған деген, ауылға деген сағыныштан ауырып жүрем. Сондықтан жиі баруға тырысамын. Жастарға айтарыңыз? Жастарда барлық мүмкіндік бар. Сондықтан Алла тағала берген күш, қуат, қажы қайрат, мына біздерге қарағанда, сіздерде, жастарда, жас буында дәл қазір көбірек бар. Жалындап тұрған сол жігер, қайрат, күшті тек қана тиімді іске жұмсаса, ешқашанда өкінбейтіндей өмір сүрсе, және тағы да бір ең үлкен тілегім, өздерінен үлкендерді, ата-аналарынан бастап, ата, әже, апа, қария, қазыналарға шейін құрметтей білсе, сыйласа,
өзінен кейінгілерге, кішілерге үлгі бола білсе. Әрине. Арман, мақсат, абырой. Осы үш сөздің салмағы қандай? Арман, мақсат та, абырой да үшеуі де өте салмақты. Әрқайсысы жеке-жеке салмақты. Ол үшеуі бір адамның бойынан табылатын болса, мен айтар едім, ол адам бақытты деп. Өйткені бір-бірімен байланысты ұғымдар, үшеуі де асыл қасиеттер. Арман болсын, мақсат болсын, абырой болсын. Тек соған адамның ішкі ар тазалығы, жан тазалығы, рухани тазалығы болуы керек. Сонда мүмкін болады сол үш қасиетке де еге болуға. Керемет. Үміт әпке, енді арман мақсаттарыңызға жете беріңіз дейміз, абырой биігінен көріне беріңіз. Қымбатты көрермен, Шпақтағы серуен хабары осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Мен қазақ боп туылғам, барым мен, нарым менен, жел керген көк туымнан тербелген жадым дөлең. Қайғым боп қалғам менен, қапыда қырылғаным, қыздарым арман менен қайтөрді бұрымдарын. Егемен еліміздегі емін еркін шат-шадыман өсіп, өркендеп, дамып жатқан мемлекетіміз және халқымыз тек қана қарыштап алға адымдай берсін. Жақсылық болсын, амандық болсын.